Сәлем баршаларыңызға. Бүгін мен сіздерге саңза жасау әдісімен бөлісетін боламын. Жасамас бұрын біз ең алдыменен осылай пиязымызды осылай үлкен етіп турап аламыз, бір тал пиязымызды. Одан кейін хажау деген осындай приправа бар, сол екеуін бірге қосып бір ыдысқа қайнатып аламыз. Қайнатып, оны суытып қоямыз. Бір бос ыдысымызға ұнымызды салып алғаннан кейін үстіне тұзымызды салып, одан кейін су майымызды құямыз. Мен видеоның соңына толық рецептерін жазып кетемін, грамм сандарын. Сол жерден көріп алсаңыздар болады. Енді біз жаңағы қайнатып алған суымыз осындай қызыл қоңыр болып шығады. Соны құйып, өте жұмсақ емес, қалыпты теста илеп аламыз. Біздің тестамыз осындай болу керек. Енді біз оны 15 минутқа тындырып қоямыз. Біз 15 минутқа тындырып алдық. Енді тағы да 15 минутқа қойып, осылай 3-4 рет тындырып алып, жақсылап тұрып илеуіміз керек. Сонда саңзамыз жақсы болып шығады. Біз тындырып алған тестамызды осылай бөліктерге бөліп аламыз. Одан кейін осылай домалақтап 150 граммнан барлығын ұсақ бөліктерге бөліп аламыз. Енді біз оны осылай етіп домалақтап аламыз. Біз осылай домалақтап алдық. Енді бір бос ыдысымыздың ішін осылай майлап алып, одан кейін қамырларымызды бір-бірлеп майлап, осы бос ыдысымызға салып 20 минутқа қойып тындырып аламыз. Біз енді тындырып алған тестамызды осылай бір-бірлеп алып, ортасын тесіп, видеодағыдай жасап аласыздар. Біз осылай етіп жасап алдық. Енді пакет жауып 15 минутқа тағы да тындырып аламыз. Біз 15 минутқа тындырып алған қамырымызды енді қайтадан осылай екі алақанымыздың ортасына салып, осылай етіп есеміз. Біраз жіңішкелеп алғаннан кейін тағы да 15 минутқа тындырып қоямыз. Біз 15 минутқа тындырып алған қамырымызды енді пісіруге кірісеміз. Енді екі алақанымыздың арасына осылай қамырымызды бір тегіс етіп есеміз. Осы аралықта майымызды қыздырып қоямыз. Май өте қатты қызып кетпеу керек, қалыпты температурада болу керек. Осылай етіп жіңішкелеп есіп алған саңзамызды енді біз пісіруге кірісеміз. Бір алақанымызға осылай бір келкі етіп, орап жинап аламыз. Сосын екі таяқшаның көмегімен видеодағыдай істеп, қызып тұрған майымызға бір жағын ең алдымен пісіріп аламыз, бір шетін. Одан кейін екінші шетін пісірамыз. Одан кейін ортасын осылай етіп майға әбден араластырып аласыздар, әйтпесе орта шикі болып қалуы мүмкін. Енді екі таяқшаны бір-біріне орап, осылай етіп видеодағыдай пісіріп алыңыздар. Осылай етіп, бір жағы қызарғаннан кейін екінші жағын таяқшаның көмегімен аударып, екінші жағында жақсылап қыздырып аласыздар. Біздің саңзамыз дайын. Осындай әдемі болып пісіп шықты. Егер де видео ұнап жатса, лайк басып тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар.